Қасиетті Қағбаны айналып жүрген қажылар да барлығы бір мезетте беттерін Қағбаға бұрып сапқа тұрады. Бірнеше минут бұрын иық тіресе Қағбаны айналып жүрген миллиондаған адамдар бір сәтте тыныштық күйге еніп, ұлы Раббым үшін сәждеге жығылуы таң қаларлық көрініс. Қасиетті орын болғандықтан Әл-Харам мешітінде оқылған бір намаздың сауабы 100 000 намазға тең болады. The Allah, who is Ar-Rahman, Allah, who is Al-Mannan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Қажылықтың міндеттерінің бірін өтеу үшін Арафа күнінен бір күн бұрын қажыларымыз Мина алқабына жол жүреді. Мина Мекке қаласының шығысында Қағбадан 6 шақырым қашықтықта орналасқан. Минаға келіп, арнайы тігілген шатырларға орналасқан қажылар бұл жерде 3 күн түнейді. Шатырларда тағзым етушілер 10-15 адамнан тұрады. Қажылар Минада айттың 3 күнінде де шайтанға тас ату рәсімін атқарады. Қажылар үшін бұл жерде барлық жағдай жасалған. Шатырларда желдеткіштер орнатылып, ыстық суық су жуынатын орындармен жабдықталған. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Басыңнан өткен кезде заманыңыз, өшеді жарық көрер жанарыңыз. Сол кезде сізбен бірге еріп барар, жасаған тірлігіңде амалыңыз. Аллаға деген берік
иманыңыз, сол болар қалқаның мен қамалыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Neni қалап тілесең, жаратқан ем қабыл еткей. Ғұмырларыңды құлпыртып, төрлеріңе нұрын сепкей. Бақыттың құсы қонып, бастарыңа мол қылып несібесін берсін төккей. Алла Тағала ендігі алдағы уақытымызды жеңілдігіне жазғай. Аллаху акбар. He sent to guide us, Rasulallah. He sent to guide us, Rasulallah. Сонымен Әл-Хижжа айының 9-шы күні таң атқанда барлық қажылар қажылықтың негізгі бөлігі уқуф әдет-ғұрпын орындау үшін Арафат тауына бет алады. Уқуф Арафат тауында тұру деген мағынаны береді. Бұл тауға бесін намазына дейін жету керек. Арафат Меккеден 20 шақырым қашықтықта орналасып, жан-жағын тау қоршаған ойпаттың атауы. Арафаттың шығыс жағында Шаббәллүр Рахма Арафат деп аталатын кішкентай тау бар. Зүл-Хижжаның 9-шы күні Аллах Тағаланың өз пенделеріне мейірімі көп түскендіктен тау мейірім тауы деген атауға ие болған. Бұл күні барлық қажылар Арафатқа жиналып, күн батқанға дейін Аллахтан кешірім, мейірім, рахым және басқа да қалағандарын сұрайды. Уқуф әдет-ғұрпы түс кезінен кеш батқанға дейін орындалады. Бұл кезде қажы бар жан тәнімен, шын жүрегімен, зор ықыласпен Субхан Аллах Тағаланың алдында тұрғанын сезінеді. Аллах Тағала Арафат тауында тұрғандардың тілек дұғаларын қабыл алып, күнәләрін кешіреді. Әйел қажы уқуф әдет-ғұрпын отырып орындауы тиіс. Арафаттың ислам тарихында алар орны ерекше. Өйткені осы жерде Адам ата мен Хауа анамыз жолығып, бір-бірімен табысқан.